Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге тауық етімен плов, яғни палау жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал олай болса, кеттік. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, үстінен осындай 2-3 тілім жуамызды саламыз. Оны қызарғанша қуыратын боламыз. Осылай қызарғаннан соң алып тастаймыз. Енді кезекте біз тауық етін қолданатын боламыз. Тауық етін жуып тазалап, мен терісін алып тастадым, өйткені маған терісі ұнамайды. Ал сіздер терісімен бірге салсаңыздар да болады. Осылай барлығын қызып тұрған майда жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай біздің тауық етіміз өте әдемі болып қызарып қуырылып жатыр. Енді үстінен жұқалап туралған жуамызды да салып, жақсылап қызарғанша оны да қуыратын боламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап қуырып алдық. Қызарғанша енді үстінен сәбізімізді саламыз туралған. Сәбізімізді де жақсылап езілгенше қуыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 20 минут шамасында қуырып аламыз. Сәбізіміз езілуі қажет. Сонда пловымыз, яғни палауымыз өте дәмді болып шығады. Мен бұл жерде бөлме температурасындағы суды құйып жатырмын. Қаласаңыздар, қайнаған су құйсаңыздар болады. Енді қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан соң дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Егер қаласаңыздар, түрлі дәмдеуіштер, зира қоссаңыздар да болады. Әрине ол өз қалауларыңыз бойынша. Осы жерде енді үстінен күрішіміз салатын боламыз. Жуып тазалап, күрішімізді бір келкі етіп жайып салып шығамыз. Күрішіміздің суы тартылғанша күтеміз. Күрішіміздің суы тартылғаннан соң 20-25 минутқа. Мінекей достар, осымен біздің палауымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар.